Рентген, мына қазіргі кезде әрқашанда бір мифті бір раскачивать еткім келеді, жоқ қылғым келеді. Алтын көрсе періште жолдан таяр дейді. Алтын деген дүниеге бәріміз қызыға береміз ғой. Қазіргі кезде алтын қоңыз деген тренд хит болып жатыр екен. Қоңыз жесең денсаулығың бүйтіп кетеді, сөйтіп кетеді, бүкіл аурудан тазарып кетеді дейді. Бір сұрақ қана. Ана көрші мемлекет бар ғой, шыбын шіркей жеп жатқан. Неге ауыра береді екен деймін да. Сол себептен алтын қоңыз деп уланып қалмаңыз. Ол қоңыздың ішінде қанша паразиттер болады, грибоктар болады. Бір ауруды емдеймін деп басқа ауру тауып алуыңыз мүмкін. Алдындағы бағдарламада айтқандай, туберкулез емдеуге кейбір пысық саудагерлер бұзау басты алып, медпен араласып, жаңғақпен араласып адамдарға сатады. Бағасы 50 мың теңгеден ба? Оның ешқандай да пайдасы жоқ, емі де жоқ. Әрине комментарийға жазып кетер, ой, сен дым білмейтін ақымақсың деп. Ақымақ болайын, бірақ халықты ақымақ қылуға жол бермеуге тырысамын. Жолдарыңыз болсын.